Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте пайдалы диеталық сникерс тортын құрамымен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қант алмастырғыш саламыз. Сосын миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Және үстіне овсяной ұн салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды осындай формаға салып, духовкаға 120-130 градуста 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Енді қамырымыздың арасына жағатын шоколадный крем дайындаймыз. Оған сұйық сүт жайлап араластыра отыра құрғақ сүтімізді саламыз. Жылдамдықты күшейтіп араластыра отыра кукурузный крахмал саламыз. Және қант алмастырғышты үстіне салып, тағы да араластырамыз. Қатты жылдамдықта астындағы отымызды жайлап басып қоямыз. Креміміз дайын болып келе жатыр. Осындай сарғыш болып шығуы қажет. Әбден дайын болғаннан кейін ең соңында какао ұнтағын салатын боламыз. Осымен шоколадный креміміз дайын болды. Енді оның суығаннан кейін кондитерлік мешокқа салып, холодильникке салып қоямыз. Бисквитіміз дайын болды. Енді оны тавасынан босатып, азғана суытып, үшке бөліп кремін жағатын боламыз. Енді тортымызды жинау үшін мен астына қағаз салатын боламын. Астындағы ыдысымыз бүлініп қалмас үшін ең соңында дайын болған соң қағазымызды алып тастаймыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін мен арахисовый паста және шоколадный дайындаған кремді кезекпе-кезек құя отыра бірін үстіне орналастырамыз. Арахисовый пастаның рецебі менің каналымда бар. Көрсеңіздер болады. Арахисовый пастаның рецебін төменге қалдыратын боламын.
Енді корждарымыздың сыртына әсемдеу үшін 5 сахары шоколадты кондитерлік мешокқа салып ыстық буда ерітетін боламын. Тортымыздың үстіне әсемдеу үшін грек жаңғағын орналастырып, үстіне шоколадты құятын боламын. Енді тортымыздың айналасын қалған шоколадпен жағып шығатын боламын. Менде азғантай болып кетті, сіздер көбірек жақсаңыздар болады. Осымен сникерс тортымыз дайын болды. Астындағы қағазын алып тастайтын боламыз. Енді тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жіберетін боламыз. Міне осымен біздің диеталық сникерс тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.